Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Кез келген адам теңіз асты экипаж мүшесі бола алмайды. Экипаж мүшесі болу үшін үлкен тесттерден және академиялық тесттерден өтуіңіз керек. Психологиялық тұрғыдан дайын болуыңыз керек. Бір сапардың өзі жүздеген күнге созылуы мүмкін және бір ғана қателікте апаттың болу мүмкіндігін есепке алған кезде кейбір елдердің өте қымбат қаруларының және кеме ішіндегі жүздеген адамның өмірі аманат етілуін есепке алған кезде бұл тапсырманың психологиясы мықты және академиялық белсенділігі жоғары кісілерге берілетіні айдан анық. Негізінде елдер теңіз асты сапарларын 90 күнге созылатындай етіп жоспарлайды, бірақ кейбір теңіз астындағы жағдайларға байланысты 100 немесе одан да көп күнге созылып кетуі мүмкін. ақш теңіз асты экипажында жұмыс істеген бір кісіден алынған репортажда ең ұзақ созылған сапары 328 күнге созылғанын айтты. 328 күн судың астында, темірдің ішінде өмір сүру өте ұзақ бір уақыт. Теңіз асты экипаж мүшелерінің 6 сағаттан 3 ретке бөлініп күндерін өткізеді. Жұмыс басында 6 сағат. 6 сағат жаңа нәрселер үйрену және жаттығулар жасау. 6 сағат ұйықтауға уақыт бөледі. Бұл 18 сағаттың күнделікті болып апталар бойы жалғасқаны үшін жалықтыру мүмкін. Экипаж адамдары күн ішіндегі сағатты тамақ беру кездерінен немесе су асты кеменің ішіндегі түрлі жарықтардан түсінеді. Егер қызыл немесе сары жарық қосылған болса, түн уақыты. Егер ақ жарық қосылған болса, күндіз деген сөз. Жеке орын иесі болу алтынға ие болумен бірдей. Өйткені орындар өте аз. Бүкіл экипаж адамдарының кеменің ішінде 1,4 метр квадрат жері бар және табот деп аталатын кіші жатақта ұйықтайды. Бұл алаңда күннің кез келген уақытында ұйықтап жатқан адам болуы мүмкін. Сол себепті бұл алаңға кіретін кезде барынша дыбыс шығармай жүру керек деген жазылмаған қағидалары бар. Ұйықтайтын алаңда тиын алып жүрмеу және дыбыс шығармайтын аяқ киім киіп жүру бұған мысал бола алады. Барынша дыбыссыз болудың басқа бір себебі басқа теңіз асты кемелеріне өздерін байқатпау. Кейде өздерін байқатпау үшін сөйлеуге де тыйым салады. Бірақ кейбір теңіз асты экипаждарында ұйықтайтын орыннан адам саны көп болады. Бұлда екі адамның бір жатақты пайдалануы деген сөз. Осылайша бұл жатақта ауысыммен тоқтамай адам демалғандықтан жатақ жылы болады. Бұл теңіз асты кемелерінде тек қана бір капитаны болады және тек қана оған капитан деп айтылады. Ал қалғандарға болса орындайтын қызметтеріне байланысты атап шақырылады. Капитанның екі көмекшісі болады. Капитан мен екі көмекшісінің ғана жатақ орындары тек қана соларға тиесілі болады. Бірақ қаншалықты соларға тиесілі болса да, көп уақыттары персоналмен бірге бір бөлмеде қалады. Теңіз астындағы өмір құпиялылығы жағынан өзіндік мәселелер бар адамдарға мүлде қолайлы емес. Өте аз болған алаңдар тек қана жататын орындар емес. 130 адамға дейін болуы мүмкін болған экипажда тек қана 2 ғана душ бар және ең көп 3 минут қана душқа кіруге рұқсат беріледі. Электроник құрылғылардың ылғалды болып қалу үшін душқа кіру 10 күнде бір рет болады және жеке тазалықтар ылғалды орамалдармен жасалынады. Осыдан бөлек 40 кісіге бір әжетхана арналған болады және теңіздің астында әжетхананы қалай пайдалануды білмесеңіз, үлкен бір проблемаңыз бар деген сөз. Дәрет кезінде сізден шыққан нәрселердің арнайы жерде жинақталып, ыңғайлы уақытта сыртқа атылу керек болғандықтан, арнайы батырмаларды басып, тәртіппен орындамасаңыз, ішінде жинақталғандары бетіңізге атылуы мүмкін. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс теңіз асты кемесі У-1206 әжетхананың қате пайдалану себебінен теңіздің түбіне батып кеткен болатын. Адам әрине қателік жасайды. Үндістан теңіз асты қорғаныш күштеріне тиесілі 2,9 миллиард долларлық атомдық теңіз асты кеме сапарға шығудан бұрын жабылу керек болған есік жабылмағандығы үшін теңізге батқан еді. Теңіз асты экипаждарында тек қана бір дана құрғату машинасы болады. Жаттығу орындау үшін кіші бір спорт залдар бар. Қолданылатын алаң өте тар және аз болғандықтан бір алаң екі мақсатта қолданылады. Мысалға, спорт алаңы мен қару-жарақ қоймасы бір жерде және асхана мен медициналық қызмет көрсету бір жерде. Теңіз асты экипаж мүшелерінің бір металл ішінде күн көзі көрмей 3 ай уақыт өткізетінін ойлаған кезімізде бос уақыттарында істейтін істерінің болуы маңызды. Демалу бөлмесінде 2 теледидар және персоналдың көңіл күйін көтеріңкі ұстау үшін көптеген фильмдер болады. Түрлі ойындарда болады. Мысалға, экипаждардың бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болу үшін карта ойындарын ойнауға рұқсат беріледі. Теңіз асты экипаж мүшелері үшін тамақтану барлық тараптан өте маңызды болып табылады. Әрине өнімдердің жарамдылық мерзімі 2 апта. Осы себепті апталар өткен сайын
тамақтың сапасы төмендей бастайды. Соңында құрғақ және мұздатқыштағы өнімдер ғана қалады. Теңіз асты кемелерінің 250 метр тереңдікке дейін түсе алатындығы айтылады. Бірақ әрине, одан да төмен түсе алатын кейбір зерттеу кемелері бар. Үлкен теңіз асты кемесінің үлкендігін көз алдыңызға елестету үшін сізге көмектесейін. Бұл көріп тұрғаныңыз ең үлкен Boeing 747 ұшағы. Бұл болса Американың Ohio теңіз асты кемесі. Ұшақтың денесінен шамамен 2,5 есе үлкен. Бірақ әлемнің ең үлкен теңіз асты кемесі Ресейдің Акула есімді теңіз асты кемесі. Ол 170 метр ұзындықта. Үлкендігі соншалық, оның ішінде сауна да бар. Бірақ көптеген теңіз асты кемелерінде мүмкіншіліктері өте аз әрине. Бір теңіз асты кемесінде ең үлкен алаңды ядролық реактор және итеру күші жүйесі алады. Олармен бірге моторды да қоса есептегенде кеменің 3/1 бөлігін осы айтылғандар алады. Реактор кеменің өмір сүру кезеңі бойынша тек қана бір рет толтырылады. Бір кеменің теңіз астында қаншалықты көп қала алатындығын шекаралайтын нәрсе болса, кеме ішіндегі персоналды тамақтандыру. Ауада, суды іштен келетіндей етіп есептеліп жасалған. Шыққан шығындарды қайта өңдеу арқылы теңіз асты кемесі жаңа, таза ауа өндіре алады. Теңіз астында ғаламтор болмайды. Сыртқы әлеммен байланыс кеме тек қана теңіздің бетіне шыққан кезде ғана болады. Кеме теңіздің бетіне шыққан кезден бастап өзінің құпиялылығын жоғалтады, яғни басқа радарларға түседі. Экипаж мүшелері ұзақ уақыт бойынша отбасымен мүлдем сөйлесе алмайды. Сол себепті экипаж ішіндегілермен дос болып, солармен қарым-қатынаста болады. Бұл ортада саясат туралы әңгіме қозғауға тыйым салынған. Өйткені экипаждар бір-бірімен қарсы пікірде болуы, немесе бір-бірін жек көріп кетуі мүмкін. Ғаламтор жұмыс істеген кезде отбасыларымен сөйлесу үшін персоналдарға арнайы SMS жіберіледі. Теңіз астындағы кеме теңіз бетіне шыққан кезінде ғаламтор істей бастайды және экипаж ішіндегі адамдарға келген хаттарды алдымен хаттарды тексеруші тексеріп шығады. Себебі хаттарды экипаж мүшелерін ауыр жағдайға түсіріп қоятын хаттар болуы мүмкін. Туыстардың өлім хабар сияқты. Әлемнің бір жағынан кіріп, екінші жағынан шығатын теңіз асты кемелерінің бір-бірімен байланысуы өте күрделі мәселе. Жылдам суларда барлық сигналдар жетіп бармайды. Бірақ теңіз асты кемелерінің бұйрық алу үшін оларға ғаламтор қажеттілігі маңызды. Осы себепті VLAV жүйелері теңіз асты кемелерінің байланыс құру жүйесінің негізі болып табылады. Бұл жүйе арқылы байланыс океандардан да өтіп кетеді. Теңіз бетінен 20 метр тереңдікке дейін болған кемелер осы жүйе арқылы байланыс орнатады. VLAV жүйесінің минус тарапы болса, сигналдарды дәл уақытында жібере алмауы және жазу түрінде минутта ең көп 700 сөз жібере алуы. Теңіздің астында кемелер сигнал қабылдай алғанымен жауап бере алмайды. Сол себепті теңіздің бетіне шығып антенналарын шығарады. Теңіз асты кемелерінің теңіз астында құпиялы қалуы, яғни өзін көрсетпеуі өте қиын нәрсе. Себебі судың астында GPS жүйесі жұмыс істемейді. Судың астындағы жүйе болса, кез келген дыбыстарды қай жерден келгенін анықтайтын сонар жүйесі. Бірақ заманауи теңіз асты кемелерінің байқалмай жүруі соншалықты 5-10 метр жақындағы басқа теңіз асты кемелерін көрмей қалуы мүмкін. 2009 жылы ағылшындарға тиесілі Свангард теңіз асты кемесінің солтүстік Атлантта жүрген кезде болған оқиға кезінде француздық теңіз асты кемесімен соқтығысқан болатын. Теңіз асты кемелерінде кеменің алдын көру аспаптары өте анық көрсетпегендіктен толық көру өте қиын. Кейде теңіз асты кемелерінің жүйелері істен шығып, мұхиттың түбіне дейін батып кетуі мүмкін. Бұл жағдайда олармен ешкім байланыса алмайды. Тамақтар біткенге дейін өлімді күтуге мәжбүр. Сыртқа да шыға алмайды, себебі мұхиттың орташа тереңдігіндегі басымның жоғарылығы соншалық, басыңыздың үстінде 25 піл тұрғанымен бірдей. Адам денесі шыдай алмай өледі. Соншалықты басымның ішінде коланы шайқап ашсаңыз, атылып сыртқа төгілмейтінін көрер едіңіз. ақш-тың Кентукки университетінен доктор Роберт Файнидің айтуы бойынша, теңіз астына батып кеткен теңіз асты кемелерін анықтап, тауып, оны шығару мүмкін емес нәрсе. Қорыта келе, бір елдің теңіз асты кемелерінің қаншалықты дыбыс шығармай, қаншалықты көрінбей қызмет етуі бір елдің қауіпсіздігі үшін өте маңызды нәрселердің бірі. Бірақ бір сапарда 90 күнге жуық мұхиттың астында, қысымның астында өмірде қалу өте қиын нәрселердің бірі. Бұл іс әрбір теңіз экипаж мүшесінің ақыл және физикалық тарапынан өмірде қалу үшін жасап отырған күресі. Бұл бейне сіздерге әлемге қарауға жаңа перспектива қосты деп ойлаймын. Жаңа бейнелерді өткізіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Видео ұнаған болса лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Комментарияға өз пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.